кестірішкеде ең қиыны сол құлақпен жұмыс жасауға. Ашу, жартылай ашу. Ошын құлақ жағын құю қиын. Үйреніп алсаң бірақ оңай болып кетеді. Басты енді үйреніп жүргендерге құлақ жағы опасный да. Біз Инстаграмда білмегендерге ыңғайлы болсын, үйренсін деп саламыз ғой видео. Кезінде біз оңай үйреткен жоқ, қиналып, қарап тұрып үйрендік қой. Қазір оңай. Онлайн сабақтар бар. Білмесең, түсінбесең, жайлап ноутбугыңды қосып үйреніп ала бересің. Россияның онлайн, шетелдің онлайн сабақтарын алып үйреніп отыр. Қазір мобилография деген күшті дамыды ғой. Видеоға түсірудің қыр-сырлары. Біршама жеңілдіктер болады ғой. Біз оқып жүргенде баяғыда мың тесіліп қарай бер, түсінбейтін едік. Істеп көргенде бірінші баста модель болған жоқ, короткий стрижканы апарып үйренуге маған. Сосын модельден қиын болды, үйрену қиын болды. Қазір қорқып жүр екен босқа. Бір-екі қорықпай қиғаннан кейін опа деп аппетит ашылып кеткен ғой уже. Баста соны жүрексініп қию қорқынышты болғанда. Сөйтеді. Мастерім айтқан, 20 жыл стажы бола берсін, менмін деп жүре берсін дейді. Кейбіреулерді ешкім іздемейді, клиенті жоқ болады дейді. Мені бір іздейм екен, қалай мастер болады екен деп қорқам. Бәрін білем да бастағы уақытта. Песенка, каре, бәрін білем. Именно короткийді білмейм. Кезінде модель апарған жоқпын, үйренген жоқпын. Осы қорқақтығым бар, қалып қойды короткий стрижка десе қашам. Сөйтіп жүргенде мастерім айтты. Егер короткий стрижка білмейтін болсаң, мастерман деп басын көтеруге ақың жоқ деді ол. Мастер короткий стрижканы білетін адам мастер болады деп. Былай қаштым, құтыла алмадым, ақыр үйренбесем болмады ғой деп. Бар күшімді жинап бір күн бір қиғанда бірден